Қамшы қасиетті құнды зат болып есептелген бұл қамшы бір жағынан құрал болса, екінші жағынан қару ретінде қолданылады. Шажамай дейді, түйнек арқылы қосылды. Ал екінші түрі оның қосқанда тігілу арқылы қосылады. Тігіліп, кәдімгідей әшекейді бұйымдар салып, сөйтіп қосылады. Екі түрлі қосылуы бар алақанның. Одан кейін бұл алақанның өріміне сапқа қосу ғой. Сапқа қосудың да бірнеше түрлері бар. Мына түрі ешқандай шеге жоқ, көріп тұрсыздар ғой. Шеге жоқ, тек таспамен ғана. Бүгінгі аудандық музейде мен Сәкен ағамыздың пайдаланған заттарымен таныстым. Бүгінгі сабақ өте керемет. Бүгін аудандық музейде бізде музейлік сабақ өтті. Біз Сәкен ағамыздың өзі қолданған құралдармен таныстық. Маған барлығынан ұнағаны қамшы. Бүгін біз музейлік сабаққа келдік. Бұл музейлік сабақта біз Сәкен атамыздың етік тігетін біздің бірнеше түрмен таныстық.